Шешініңіз, дедім. Ол бетіме қарап үнсіз тұрып қалды. Қапелімде аузына сөз түсер емес. Сәлден кейін ғана есін жинағандай болып. Келмей жатып сіздікі қызық екен. Ендігіміз басы қалсақ болар емес пе еді? Әлде ақшаң төленген деп басынып тұрсыз ба? Деп бетіме тік қарады. Кешірерсің, мен сәл асығыстық жасаппын. Бөлменің есігін кілттемеппін де ғой. Мүмкін кофе ішіп, шөлімізді басып алармыз, содан кейін асықпай кірісерміз. Алғаш рет болған соң ба, өзімді жайсыз сезініп тұрмын. Бір-бірімізге етімізді үйретіп алсақ жарар еді. Айтқаның болсын. Алайда сенің менің алдымда мұншалықты қысылғаның, бүкіл бір топқа ортақ болып келсең, мүлде қиналып қалғандай екенсің. Оның үстіне біз топқа ортақ қылып алған қыздармен аудиториядағы жұмыс жасай береміз. Ал жатақханада екеуміз ғанамыз. Кіммен қысыласың? Бала күнімнен арманым болған суретшілік өнерді шындан қолға алған кезім еді. Университеттің суретші дизайнер факультетінің 3-ші курсында оқитын мен үшін қыздардың жалаңаш тәнін көру соншалықты таңсық емес. Алғашқы курстарда әсері болған рас, кейін келе барлығымыздың да етіміз өліп кеткен. Ең біріншісінде қызық болған. Өзімізді әлдеқашан классиктердің қатарына қосып қойған бір топ студент 5 қаруымызды сайлап алып отырғанбыз. Мұғаліміміз бүгінгі күні натурщицамен жұмыс істейтінімізді ескерткен. Біраз уақыт өткеннен кейін ұстазымыз талдырмаш бойлы әдемі қызды ертіп келді де бізден. Дайынсыңдар ма? Деп сұрады. Біз бір ауыздан дайын екенімізді жеткіздік. Ал онда іске кірісіңдер, үлгермей қалуларың мүмкін. 1 сағатқа ғана алдым, деді де қызға қарап, бастай беріңдер, деп ескертті. Натурщицамыз бізден бұрында талай суретшімен жұмыс істеген болса керек, еш қысылмастан үстіндегі бар киімін сыпырып тастады да лыпасы тұрған қалпында. Сіздерге қалай отырғаным ыңғайлы? Деді. Біз сол кезде ғана есімізді жиып бір ауыздан, бізге бәрібір деп шулап сала бердік. Тіс қаққан қыз біздің бақырайған көзімізге қарап бір күліп алды да орнына жайғасты. Міне, сол алғашқы натурщицадан бері нешеме қыздың жалаңаш тәнін суреттедік. Бір ғана қызды қатар отырған 6 ай бірдей сурет кескіндегенбіз. Әрине әрқайсымыздық әртүрлі болып шығатынын білетінбіз. Алайда мақтанғаным емес, солардың бірде-біреуі менен асып әспеттей салмаған шығар. Басқа жанрларда жақсы жаза алмасам да, алдымда келген әйелде шабытым қозып, қаламым озып сала береді. Оның үстіне өзімнің сүйіп таңдап алған жанрымның өзіме ұнайтыны да сол портрет жанры. Кейін келе даңқты батырлар, ұлтыранына айналған қазақтың біртуар ұлдары мен қыздарының портретін жасаумен айналысып, көп уақытымды соған арнап жүргем. Әйтсе де, менің де ең жақсы шығармам әйел тақырыбына арналған дүние сияқтанады да тұрады. Сол ең ұлы туындымды жазғамын деп қаншама рет кейіпкерді ауыстырып тауыстым. Өмірдің бар қызығынан бас кештім деп айтпай-ақ қояйын. Бірақ мен үшін өмірдің ең мағыналы да мәнді кездері сол ұлы кейіпкерім мен үлкен туындымды іздеп, әдемі әйелдердің тәнін сыспалап отырған сәттерім екенін айтсам, біреу сеніп, біреу сенбес. Менің қандайда бір мекемені жақсы өткізуім, мерекені көруім, мерекені мереке деп сезінуім үшін осылай сурет салып отыруым керек еді. Бірақ мен күткен кейіпкер де табылмай, үлкен туындымда жазылмай, талай әуре сарсаңға түстім. Курстас достарым мейрамханалар мен түнгі клубтарды жағалап кеткен түндердің барлығында да мен бар қаржыма натурщица жалдап алып, табиғи сұлулықты кескіндеумен отыратымын. Бүгінде сол оймен үлкен дүнием жазылар мекен деген үмітпен мына қызды алып келгенмін. Келе салысымен асығыстық жасап, шешініңіз деп шошытып алғаным да сол. Құштарлығым шыдатпай бара жатса қайтейін. Ол кофе ішіп үнсіз отырды. Мен асай мүсейімді дайындап алып, өз орныма отырдым. Қыздың орнында жақсылап жасап қойғанмын. Шығарма композициясына лайықтап жасалған бұрыштың өзіне арналған қыз кірген бетте-ақ сезген.
Байқауымша сол жерде отыруға жүрексінетін сияқты. Тіпті батылы бармай біраз уақыт тұрды. Шөл қанса да кофені қайта сіміре берді. Бар мақсаты уақытты соза түспек. Оған менің шыдадымым жетер емес. Шешініңіз, дедім. Ол өз орнына келді де біртіндеп шешіне бастады. Бірінші үстіндегі жеңіл кофтасын шешіп, қасында тұрған орындықтың арқалығын әлді. Тағы да біраз уақыт қимылсыз тұрып қалды. Мен сізді күтіп тұрмын. Қоңыр бархат шалбарын шешінді. Шалбардың ішінен жұқалтаң колготки киген екен. Бетіме бір қарап, колготкісіне бір қарап, үнсіз тұр. Оны да шешіңіз. Шешті. Осы отырысында құдды бір аш қасқырдың алдында отырған бейкүнә көжек сынды. Тағдыр жазды, мен көндім дегендей ақыр соңында лыпасыз қалды. Сол кезде ғана мен оның жанына бардым да қалай отыру керектігін көрсетіп беріп, өз орныма келіп жайғастым. Қозғалуға болмайтындығын ескерттім. Өзім болсам ұзақ жолдан, сахарадан шөлдеп келіп, сусынға бас қойған жолаушыдай өз ісіме құныға кірістім. Я, бұл қыз мен ойлағандай болып шықты. Мен бұл періштені алғаш рет корпустың 3-ші қабатынан кездестіргенмін. Көктемнің жазға ұласар мамыражай шағында көргенмін. Абитуриенттердің келіп бастаған кез еді. Сабағын онша менсінкіремейтін бір академик шал болған. Сол шалдың кесірінен соңғы сынақтан 2 алып қалып, соның әуресімен жүргенмін. Курстастарымның барлығы да ауылдарына әлдеқашан аттанып кеткен тұғын. Мен сол академик атамды іздеп келіп, кафедраның алдында тұрғанда көргенмін. Осы сұлулықта. Жеңіл басып бара жатқан қыздың соңынан қалай еріп кеткенімді өзім байқамай қалдым. Аяқ басына дейін тартып барады. Қолында кішкентай сөмешке мен кітаптар бар. Емтиханға дайындығы жаман емес пе деп түйдім. Мінезінен хабарым жоқ. Дегенмен тал бойынан тардай мін табылмасы белгілі. Алла тағаланың шеберлігіне таңданбасқа шараңғайсы. Өз қалаған мінсіз қылып жарата алатын жаратушының арманы жоғау. Тәңіріміздің жақсы күні жаратқан сұлулығын тамашалап есім кеткен соншалық академик ақсақалды да оның сабағынан бүгінгі соңғы мүмкіндік берілген сынағын да ұмытып кеткен екенмін. Менің қиялымдағы періштенің жер бетіндегі бейнесі жолдың қарсы бетіндегі сабақтағы бос сәкеленің бірінде барып жайғасты. Мен оның қасына барып отырдым да қалтамнан шылымды алып тұтаттым. Ал оның кітапқа берілгені соншалық маған мүлдем назар аударар емес. Қажет қылмасын білдім де, онсыз да аз қадірімді жоғалтпайын деп кетіп қалдым. Іштей бір үміттің жетегінде жүрдім. Ол қыздың мынадай дайындығы далада қалдырмас. Қайтсе де осы университетке түседі деп сендім. Ал бұл университетке келсе болғаны, қалғанын көре жатармыз деп болжап қойғам. Үмітім алдамапты. Күз келісімен мен бұл қызды іштей іздей бастағанмын. Ақыры филология факультетінің студенті болғанына көз жеткіздім. Алайда өткен ғасырдың 70-ші жылдарындағы ескі модамен киінетін, қаладағы қаптаған шаштараздарға жылына 2-ақ мәрте бас сұғатын сабалақ шашы маған қарайтындай сыңай танытпаған, үміт үзгенмін. Мен оған ғашық емес едім. Сөз айтып мазасын алсам деген ойымда жоқ. Тек көп аңсаған, зарға күткен кейіпкерімнің прототипін тапқандай ғаламат бірақ әсерде жүргенмін. Бірақ ауылдан келген таң тазалығындай мөлдірлігін жоғалтпаған бота көзге менің алдыма келіп жалаңаш отыршы, мен сенің суретіңді салайын деп қайтып айтам. Батылым бармаған. Құдай салтын салса тез-ақ екен. Кезекті бір сабақ барысында тағы да натурщицамен жұмыс істеуіміз керек еді. Ұстазым нысаналықта тұратын сұлулығымызды ертіп келген. Бастапқыда қарында ұштап отырып аңғармадым. Бір кезде басымды көтеріп қарағаным сол еді. Есімнен танып қала жаздадым. Мынау сол ғой, сол қыз ғой, Құдай-ау. Я, соның дәл өзі. Егер шынымен ол болса, бұл жерде неғып жүр? Бір күш мені орнымнан тұрғызып жіберді.
Бүгінше натурщицамен жұмыс істемей-ақ қояйық, бұл менің қарындасым, дедім де оны сыртқа ертіп алып шығып кеттім. Онсыз да есі кіресілі шығасыл болып тұрған қыз аң-таң қалпында маған еріп шықты. Сыртқа еріп шығып бара жатқанда бұл қызды алып келген ұстазым: «Кешір, мен білмедім, бұл қыздың ақшасы төленіп қойған еді», деді. Әртүрлі тапсырыстар орындап жүргендіктен қалтам құрғамайтын. Көктен іздегенімді жерден тауып берген көкеме керегін ұстатып жүре бердім. «Я, біз натурщицаларға қомақты қаржы төлейтінбіз. Бір сағаттай алдыңда жалаңаш отырып берген үшін жас мұғалімнің бір айлығы көлемінде ақша алады. Әрине, олар үшін де көп еркектің ортасында жалаңаш отыру оңай емес. Бірақ бұл өнер ғой. Оның үстіне суретшілер жабайы емес. Бәріне де салқынқандылықпен қарап үйренген. Мына бейшара қыз да амалсыз келген екен. Сыртқа шыққаннан кейін біраз жер үнсіз келе жатты да: «Сіз жаман ойлап қалмаған шығарсыз», деді. «Біздер жаман ойлай алмаймыз. Ақша керек болған соң келіп едім. Ақша елдің бәріне қажет. Ешкім еріккенен емес, ермектен емес, бәрі ақша табу үшін келеді бұл жерге. Жоқ, маған аяқ астынан қажеттілік туындады. Тез арада табу керек болған соң құлбыралымның ешқайсысы маған көмектесетіндей күйде емес еді. Жалғыз жол осы болды», деп үзіліп, жұлып бір нәрсе дегендей болды. Өзінің айтысына қарағанда бұл қыздың сабақ үлгерімі жақсы болған, білімі мен білігіне деген сол сенімнің жетегімен қысқы сессиядан қиналмай өтем деп жүрген. Сақтық жасап өзге курстарынша сынақта берем деп ауылдан ақша сұратпаған. Сұратқан күнде де шалғайдағы әке-шешенің жағдайы белгіледі. Соларды қинағысы келмеген. Әйтсе де жоғарғы курстағылар басқа сабақтардан өз күштеріңмен алсаңдар да Есімжан Қасымжановтың сабағынан ала алмайсыңдар. Соған берелеріңді қалталарыңда жүрсін деп ескертуін ескерткен. Сөйткен Есімжан ағасы бұл қызды қайдағы жоқ сұрақтарды қойып сүріндіріпті. Тығырықтан шығар жол осы деп үлкен курстағы бір қыз бізге жол сілтеп жіберіпті. Бастапқыда бас тартқанмен тәжірибелі қыздың: «Былтыр дәл сен құсап қиналғанда мен де барғанмын. Олардан қорықпа, олар өнер адамдары. Сені жемейді, тек суретің салады. Болды, ұялатындай түкті жоқ», деп үгіттеп көндірік алып келген екен. Содан бері доспыз. Қиналған кездерінде келіп тұрады. Мен көмегімді аяған емеспін. Тағы бір жолы көмек сұрай келгенде: «Мен сізге қарыздар болдым-ау», деген. Мен сол кезде жайлап қана: «Көңілімнің қошы болғанда шақырармын. Сол кезде сөзімді жерге тастамасаң болғаны», деп жайлап қана құлақ қағыс жасағанмын. Қыз үнсіз келісім берген. Осы бір көзімен берген уағдасынан кейін үлкен дайындықта жүрген едім. Соңғы реті бүгін келді. Мен оны шақырдым. Бастапқыда қолының босамайтындығын айтып, басқа күнге ысырғысы келгенмен уәдеміз бойынша келетін болып шықты. Енді міне алдыма отырғызып қойып, мәрмәр кейпін ақ қағазға көшіру үстіндемін. 4 сағат бойы қозғалмай отырып берді. Жұмысым аяқталған соң қарап отырып таң тамаша болдым. Мен іздеген сұлулық осы еді. Көп күткен кейіпкерімді таптым. Үлкен туындым дүниеге келді. Қуанышымда шек болмады. Өз шығармамнан ешқашан мұндай әсер алған емеспін. Аяулы кейіпкерім өзінің суретін көргісі келді. Қанша қалап қиылып сұрағанмен оған өзі әспеттелген портретті көрсетпедім. Және себеп жоқ емес. Бұл қыз мен үшін бар болғаны кейіпкерімнің прототипі ғана. Ар кетсе философия факультетінің озат студент деп қабылдаймын. Сұлу қыз екені екі бастан белгілі. Басқа ойымда жоқ еді. Бүгінгедей аталы күні атаусыз қалдыруға болмас деп шештім. Бір арзанқол кафелердің біріне барып дастарханға жайғастық. Өзіме ең қымбат коньяк, оған жеміс шырынын алдым. Екеуара әр нәрсені сөз қылып отырдық. Ол маған шығармашылық табыс тіледі. Мен оған бақыт тіледім. Осылай тос көтеріп отырдық. Еркек болған соң сол да сәл қызыңқырап едім.
өтірік айта бастадым. Саған ғашықпын, сенсіз өмір сүре алмайым дедім. Қызды мен сүйем дегенде шығармын. Бұл өтіріктерді не үшін айтып отырмын? Ақымақ қыз не үшін сеніп отыр? Осы өтірік біз сыртқа шығып, баяғыда екеуміз алғаш кездескен саябаққа жеткенге дейін жалғасты. Біз бұрынғы сәкіге барып жайғастық. Мен оны құшақтап отыр екенмін. Мас болып қалыппын. Ең ғажабы сол, осы сәттерде менің өтірігім шынға айналып бара жатты. Саған ғашықпын, сенсіз өмір сүре алмайым дегендерімнің барлығы да о басында айтылған өтірік болып басталғанмен, бірте-бірте кеудемдегі шындығыма ұласқанын байқадым. Өтірік еді ғой. Сенің өнерге деген көзқарасыңды білгім келеді, дедім, оның шаштарын саусақтарымен салалап отырып. Ол болса иығымнан басын көтермеген қалпында. Білгіңіз келсе айтайын, менің өнерге деген көзқарасым сіздің өмірге деген көзқарасыңызға қатты ұқсайды, деді.